Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде 7-8 мамыр. 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен барша ер жігіттерді құттықтаймын. Үйлеріңізде тек отбасыларыңыздың тіреуі болып жүре беріңіздер. Отбасыларыңыз аман болсын. Шаруада жемісті болыңыздар. Енді біздер желіге шығып жатыр. Бүгін 8 мамыр, яғни демалыс. Ертең демалыс, бүгін демалыс, 7-сі, 8-і, 9-ы демалыс. Сапарға шығамыз. Міне Яндекс бойынша, қала бойынша коэффициент 100-ден 800 теңгеге дейін. Міне алғашқы тапсырыс 600. Таңертең бір тапсырыс орындап тастағанмын. Міне алғашқы тапсырыс түсті. Бұл ағайынды Жұбановтардан. Кеттік. Аман саулық дегенге барамыз. 2,5 шақырымға. Барғанша 2 шақырым, бараға 2,5 шақырым. Үшінші тапсырыс бізде жеткізу қызметі. Есіктен есікке дейін 2 шақырым шамамен. Мыңда 100-де 10 теңге шықты. Осындай жақсы курьер. Кейде курьерді тапсырыстар жақсы, кішігірім зат. Мынадай документ. Типа акт выполненных работ. Накладная екен. Керемет. Көңіл-күй өте жақсы. Қалада жаңбыр. Міне. Жаңбыр. Как всегда спешать етеді бізде. Ақтөбе қаласында білмеймін қайда асығады. Демалыс күні болса да асығады. Құрметті көрермен, 13 тапсырыс орындаппын. 9697 теңге таза табыс. 10 мың теңге. 9697 теңге таза табыс. 13 тапсырыс. Қазір сағат 2-ге 10 минут қалды. Өзіміздің шаруамызды жүреміз. Қазір бір жарты сағат 40 минуттың жобасы, 1 сағаттың жобасы. Сосын қайтадан желіге шығатын боламыз. Желіде жүрген жігіттер, барлығыңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Оқырман, қазір сағат 4 болды. Үй жаққа қайтып бара жатырмыз. Бір телефон алып едік, жұмыстасымыздан 5 мың теңге. Соған экран істетіп, енді қазір үй жаққа бара жатырмыз. Үй жаққа барып шаруамызды, кішігірім үйдің шаруасын істеп, демалып, кешке жақын шығатын боламыз бұйырса. Кішкене қанша табыс тапқанымды айтып кетейін. 13 тапсырыс, 9697 теңге бұл таза табыс. Енді бұйырса кешке қосымша тағы да табыс табу керек, өйткені маған неге бензинге ақша табу керек, газға ақша табу керек. Қосымша өзім жабатын несиелерім бар, соған ақша табу керек. Кешке бұйырса кешке шығып, кем дегенде бір 10 мың теңге таза табыс табу керек. Қосымша. Солай. Мана жасалған бизнестен одан кішігірім ертең бұйырса 10 күні ревизия жасайды ма? Ревизия онда қанша теңге табыс түскенін қарайтын боламыз. Анаған бір нүктеде бір аптаның ішінде 2100 теңге таза табыс түсті. 2100 теңге дейін табыс түскен. Қазір енді анаған сағат 10 күні бұйырса не істейтін боламыз. Оны қарайтын боламыз. 10 күні қанша ревизия жасап, соны тазалап, 10 күні жұмыс күні, сол кезде жұмысқа шыққанда, үйге қайтып бара жатқанда істеп қоямыз. Соны қараймыз. Баршаларыңызға күнде сәттілік, кешке көріскенше. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Кеш жарық. Бүгін қазір сағат 9-ға 20 минут қалды. Мынадай кішігірім біздің келіншегім мынадай нәрселер жасайды. Міне мынадай. Соны қазір доставка қызметі, жеткізу қызметі бір 2 адреске, біреуі кирпичный, екіншісі ГМЗ-ға апарып тастаймыз. Содан кейін жұмысты бастайтын боламыз. Шамамен сағат 9-ларда жұмысты бастайтын шығармыз. Желді жүрген жігіттер, сіздерге ақ жол. Жолдарыңыз, күндеріңіз сәтті өтсін, демалыстарыңыз керемет өтсін, демалып жатқан кісілер. Роликті қарағандарыңызға рахмет, көптен көп. Қазір жұмысты бастайтын боламыз. Сағат 9-дан 20 минут кетті. Қазір желіге шықтық. Қазір ГМЗ ауданындамыз. Гармозавод деген аудан. Қала бойынша коэффициент 100-ден 550 теңгеге дейін.
Бұл жақта коэффициент жанып тұрған жоқ мен тұрған ауданда. Мен тұрған ауданда жанып тұрған жоқ, басқа жердің барлығында жанып тұр. Бірақ осы жерде күтейік. Мына жақта Жиенбаев деген көше бар. Сол жерде мүмкін. Алғаш тапсырыс түсті. Бірақ мынау не? Мықты Картыш, Бәкір Тәжібаев көшесі деген ол жап-жақын жер негізі. Кеттік. 5 минут. 470 теңге. Спасибо за поездку. Келесі тапсырысқа Заказ бара будет жатырмыз. оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что Бұл вы не оставили тапсырыс в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания 8 шақырым екінші нүктеге дейін. Құрметті оқырмандар, жаңа бір жерге келдім, машина өзім-өзі сөндірдім, оталмайды ғой. Ё-моё, датчикален болды қарадым, нормальный сияқты тоғы. Ананы шұқыдым, мынаны шұқыдым, бәрін шұқыдым, ё-моё. Сосын жаңа бір жігіттен сұрап едім, неден болуы мүмкін стартерді. Стартер негізі ұрдым, ана оказывается стартерді, в общем, зажигание қосып қойып стартерді ұру керек екен. Ну, то есть оталдырып отырып стартер ұру керек екен, сол кезде нормальный болады екен. Оталды, енді сөндірмеу керек енді бұны. Қызық, ё-моё, не дейін екен түсінбей қалдым. Еще заказдамын, обратно қайту керекпін, мәссаған. Енді бір тапсырыс орындаймыз, сосын үй жақ қарай қайтамыз бұйырса. Демалу керек. Демалғанда келіншегіме бір мега вафли деген заказ сондай не істеген. Мына тапсырыс қай жақ қарай? Жаңа қонысқа екен. Жаңа қонысқа барамыз бұйырса, қайта обратно келе жатырып заказ аламыз, болды сосын. Сонымен бүгінгі нені аяқтау керекпіз. Стартер білмеймін не екен, стартер неге олай екен. Онан да вообще ондай мүлдем ондай болмай еді. Аяқ астынан неге олай болып тұрған. Жақсы, кеттік. 14 минут, 1200 теңге. Енді қазір келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Осы Новый ауданынан Әбілқайыр хан 44. Әдемі ғой, мен баратын адресімде сол жер еді. Керемет түсті мекен-жайы. Өте керемет. Енді машинаны сөндірмеу керек. Жолдан қазір заправка жасау керек газға. 2000 теңгеге 30-40 литрде. Сосын машинаны сөндірмеу керек болды. Үйге барғаннан кейін бір сөндіріп, ертең таңертең бұйырса шығаратын. Тапсырысты аяқтадық. Ойланып келді. 964 теңге. 1140 теңгеге шықты. Әбілқайыр хан 44-ке. Енді қазір жаңа жерден мегавафилімізді алып аламыз да, сосын бұйырса үй жаққа деп бағдар қосып, сол үй жаққа басамыз. Кішкене демалайық. Бүгін матч болады екен Реал Мадрид пен Бавария. Бар, соны көрейік, қызық. Кішкене көңіл бөлейік, үйге де кетіп баратып қазір жолдан не алып кету керек. Газды да жасап аламын бұйырса. Сосын үй жаққа бағдар. Машина тапсырыс болса болады, болмаса үй жаққа бара береміз. Жақсы көрермендер, жақсы достар, көптен көп рахмет сіздерге, қаралымдарға, жазылымдарға. Қазір активность өте азайып кетті, сол себептен подписка, лайк жасаңыздар, подписка жасаңыздар. Жақсы аманшылықта, саушылықта.